Сәлем достар! Кука-Бика каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен дәмі өте дәмді шығатын әрі ауызда еритін творожный пирог жасаймын. Әрі өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалады. Жасалу ретін алда көреміз. Творожный пирогымызға қажетті заттарымыз 150 грамм ұн, 500 грамм творог, 5 штук жұмыртқа, 75 грамм сары май, 180 грамм қант, бұл салмасына, 75 грамм қант, бұл қамырына қажет. Мен шыдасып кетпес үшін екеуін бөлек-бөлек салып алдым. Достар, творожный пирог пісіруді бастаймыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін де 150 грамм қамырымызды аламыз. Ыдысымызға салып, үстінен арнайы ертіп дайындап қойған майымызды саламыз. Үстіне 1 штук жұмыртқамызды саламыз. Одан соң үстіне 75 грамм қантымызды саламыз. Салып болғаннан кейін қамырын жақсылап илеп аламыз. Тұрғандарымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін біз салмасын жасауға кірісеміз. 500 грамм творогымызды алып, 500 грамм творогымызды алып, ыдысымызға саламыз. Үстіне 4 штук жұмыртқамызды саламыз. Грамм қантымызды саламыз. Қамырымызды дайындап алдық. Енді қамырымызды мынандай формаға салып, сіздерде де торттың формасы болса, сонымен жасай берулеріңізге болады. Форманың көлемі 24 сантиметрлік. Формамызға әдемілеп қамырымызды орналастырамыз.
мінекей достар, менің пирожный пирогым дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Мінекей достар, кесілген түрі. Достар, күшті тәтті шықты. Мен шаштамай кішкене бөлігін жеп қойдым. Өте дәмді шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Әрі өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасай берсеңіздер болады. Достар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.